Құрметті жас ұрпағым, мен Мұстахым аталарың 1926 жылы Батыс Қазақстан облысы Жәнібек ауданында дүниеге келдім. Мектепті жақсы бітіріп, 1946 және 47 жылдары Ташкент теміржол транспорт институтының инженерлік бөлімшесіне түсіп бітірдім. Оқуымды жалғау үшін 1947-1952 жылдары Алматы ауыл шаруашылығы институтына оқуға қабылдандым. Бірден партия совет органдарына қызметке кіріп, кешікпей оңтүстік Қазақстандағы Жетісай стройға прораб болып аттандым. 1963 жылы Қызылорда облыстық партия комитетіне бірінші хатшы болып сайландым. Бақтала ирригация құрылыс трестінің басшысы болып, 1975 жылы 49 жасымда Батыс Қазақстан облысы партия комитетінің бірінші хатшысы болып, 11 жыл жемісті еңбек еттім. Орал қаласында көп қабатты ғимараттардың бой көтеруіне ықпал етіп, суландыру жүйесі мен ауыл шаруашылығын дамыту үшін еңбек еттім. Әділдік, еңбекқорлық, жауапкершілік сынды қасиеттер менің серігім болды. Жас ұрпағым, сендердің замандарың ғылым мен техниканың қарқынды дамыған ғасыры. Біздер қолмен жыл бойы жасаған дүниелерімізге сендер оймен, біліммен аз уақыт ішінде қол жеткізе аласыңдар. Қазақ елін дамыту үшін бар күштеріңді саласыңдар деп сенемін. Естеріңде болсын, елін сүйген ұрпақ қана елдің ертеңін қалыптастыра алады.